өңірі 3 облысты байланыстырып тұрған қарт Қаратаудың орта тұсындағы мекен. Батысы Сырлы Сырдарияға, шығысы Қазалы Қаратау. Сан ғасырлық қазақтың қиын қыстауында қорғаны болған Қаратаудың адам көзінен жасырған таңғажайып мекендері баршылық. Шатқалы мен Құзы, Жон арқасы мен Жайлауы, Ұшар басы мен Бөктері, Бұлағы мен Сарқырамасы, бірін айтта бәрін айтарлық тамаша мекендерін тамашалау үшін апта түгілі ай қажет. Сол кереметтің бірі таудың орталық аңғарында орын тепкен Ащысай жері. Зулата отырып сол мекенге де келіп жеттік. Жолшыбай өткен жолаушы бұл ауылды тек жол бойындағы санаулы үйден тұрады деп ойлады. Шын мәнісінде нағыз ғажап ауыл ол Шатқалдың ішкі жағында. 2 кезеңнің куәгері болған Ащысай ауылы міне осы. Өткен кезеңнің кейпін өз қалпында сақтап қалған. Заманында бұл мекен улап шолап жатқан 20 мыңға жуық тұрғыны бар, адам қолы жете бермес берекелі ауыл болған. Көпшіліктің арманы бұл құт мекен талайлардың асқақ арманын жүзеге асыруына себепкер болғаны ақиқат. Күнделікті тыныс тіршілігі қайнаған қазақтың қаймағына айналған Ащысай жері бүгінде сол өткен күндердің тарих еншісінде қалуда. Бірақ қыз қайнаған тірлігі қалмаса да, ауыл тұрғындары әлі де үміттерін үзбей, кіндік қандары тамған мекенде тұрақ етуде. Ауылды қоршап тұрған Қаратау қашанда құпиясын жасыра білген. Ащысай ауылы арқылы қаншама аңызға арқау болған мекендерге сапарлауға болады. Ауылдан шығар Ерелең деген жол бізді сондай қызығы мен шыжығы мол мекендерге сапарлатуда. Ерелең деген жол, туған жердің қасиетті шаңы, бұралаңдай тізбектелген жол бізді Қаратаудың құпияға толы мекендеріне жетелей кетті. Тұмса табиғат, таулы аймақ, саф ауа, талай оқиғалардың куәгері қарт Қаратау.
Көзіңді қай бағытқа қаратсаң да көкке тірелген таулар, барлығының өз атаулары бар. Қазақ атам табиғатты, таулы аймақты көзбен суреттеп, тіршілігіне қарай атауын қоя білген. Кез келген суретшіні таңдай қақтырар мекендер. Демек, сол кездің өзінде атам қазақ суретшіден кем түспегені көрініп тұр. Айналамыздан етенелей қоршаған тауларға көз жүгіртсең, үңгірі мен бұтасы, жартасы мен алып тастары барлығы бір тарихтың куәгері. Тіл бітсе сарнай кетері сөзсіз. Айналамызды тамашалай жүріп, ерекше мекенге тап келеміз деп ойламадық. Шын мәнісінде ғажап көрініс. Құдды бір табиғат ана арнайы есеппен 3 алып тасты тауға айналдырып, ретімен қоя салғандай. Алдымызда тізбектелген таулар көрінісі. Қазақ атам кезінде бұл тауларға қалай атау бергенін білмедік. Бірақ кешегі кен игеріліп, өзге ұлттар келе бастаған тұста атам қазақтан асып түспек ниетте 3 кеменің тұрған көрінісіне селтіріп 3 кеме деп атапты. Ал шындығында бұл таулардың ерекше көрінісіне қарай отырып, қазақтың тарихында алтын әріптерімен жазылған 3 арыстың немесе 3 бидің атына сай қоюға да болар еді. Бірақ уақыт нендей кезеңдерге алып келерін кім білген? Болашақты болжап, алдын ала білсе, мүмкін аталарымыз солай да қояр ма еді? Сұрағы барда жауабы жоқ бір кем дүние. Дегенмен де 3 кеме болсын, 3 бидің атында болсын, ең бастысы бұл таулар қазыналы Қаратаудың қайталанбас таңға жайып көріністері болып қала беретіне бізді қуантады. Қуанышымыз ұзағынан болсын. Үш таудың көрікті мекенін артта қалдырып, атына заты сай, әркез самал тапты, тұратын мекенге келіп жеттік. Сырнай десе сырнай, жылдың қай мезгілі болмасын, самалы өбетіп, сырнай іспеттес дыбысын шығарып тұрғаны. Міне, атам қазақтың нағыз суретшілігі мен табиғатты бағалай білетіндігінің тағы бір көрінісі осы болар. Сырнайлы мекеннің самалымен жарыса, біздер аты тіпті ерекше аталған Домбыра таудың етегіне қарай жөнелте кеттік. Таулы аймақтың жасыл желекке бөленген ирелеңдеген өзені бізді әлі алда талай қызықты мекендерге жетелеп бара жатқандай. Керемет көрім десең, тауға бар деген қағиданы еске ала бере, Домбыра тауға да жетіп қалдық.
міне нағыз керемет. Домбыра десең домбыра. Алып таудың ұшарбасы иілген домбыра іспеттес. Тура бір алып тұлғалы сер азамат домбырасын көтер алмай, шаршып осы тауға жатқыза салғандай. Сырнай тартқан қос бұрымды сұлудың домбырасын шерткен сер жігітпен айтса кеткендей таудың ерекше көрінісі. Шындығында да бабаларымыз аңызды дөп басып, нақышына келтіре айта білген екен-ау. Кескін келбетіне қарай, қыз бен жігіттің айтысына арқау болған тау керемет көріністің куәгері болуда. Иненің ұшындай қарашыққа осыншама таңғажайып дүниені сыйдыра салған жаратушыда суретшіден кем емес. Осыншама кереметі мен тамашасын қойнына жасырған қазыналы Қаратау Ащысай мекені бізді әлі талай таңғалдырып, тамсандыра бермек. Сол тамсаныс пен таң қайдағыс бізді ешқашан туған жердің кереметінен ажыратпасын, һәм алыстатпасын. Ащысай талай тарихтың куәгері. Сол куәгердің кереметі таулары. Қаншама аралап, тамашасына шомыла түссең де құмарың қанбасы анық. Таудың кереметі, табиғаттың ғажабы, Ащысайдың ажары, таңғажайып құпиял мекендер әлі де бізді өзіне шақыра түсетіні ақиқат. Қаратаудың кенді байлығы азайса да, табиғи байлығы азаймасы анық.